Достар, бәріңізге сәлем. Есімім Алтынай, NL компаниясының менеджерімін. YouTube арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, пікір жазып жатқан көрермендерге мың алғыс айтамын. Жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі қарастыратын тақырып детокстың 3-ші қадамы бүйректі тазалау жайында айтатын боламыз. Видеоны соңында дейін қараңыздар, сонымен қатар қызықты ақпараттар да айтылатын болады. Бүйрек туралы біраз айта кетейін. Бүйрек ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, несеп жол арқылы зәрмен бірге сыртқа шығарады. Сол сияқты қанның қышқылын арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілтілік тепе-теңдікті реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпта ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады екен. Көбіміз ісу, бас ауруы мен шаршаудың өзі аурудың алғашқы белгілері екенін білмейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық жағдай, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, арақ-шарап, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді екен. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Ол да бауыр сияқты ауруды сездіртпейді. 30% бүйрек жұмыс жасап тұрса да, адам қалыпты адам сияқты жүре береді. Бүйрегі ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алса, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығатын көрінеді. Бүйрек жұмысының бұзылысынан ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруы мен айналуына себеп болады екен. Ағзада артық сұйықтық кідіріп қалуынан ісік пайда болады. Соның кесірінен аяқ пен көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ал ісіктің беті қайтпай, жиі белгі бере беруі бүйректегі проблемаға сілтейді. Қозғалыстың тек бүйректің саулығын ғана емес, барлық дене мүшелерімізге пайдасы көп екенін жақсы білеміз. Көптеген ауруларды емдеу үшін жаяу жүру мен суда жүзу, белге валик арқылы жаттығу жасау керек. Белсенді түрде белді айналдыра билесеңізде бүйректің жұмысы жақсарады. Биік өкшелі аяқ киіммен ұзақ жүру жамбас сүйегіне зиян келтіреді, бүйректің жұмысына әсер етеді. Тар шалбар киюден де сақтануымыз керек. Оның кесірінен қан айналымы кедергіге ұшырап, бүйректе оттегі қажетті деңгейде жетпей қалады. Аяғыңызды жылы ұстап, бүйрекке суық тигізіп алмаудың қамын жасаңыз. Қазір жастар сән қуып қысқа шалбар киіп жүреді. Әсіресе ер балалар қызыл асықты ашып жүруге болмайды. Жастардың сол сәндері болашақта өкінішке алып келетінін түсінсе екен. Енді массаж маманы ретінде бір пайдалы ақпаратпен бөлісе кетейін. Қызыл асықтың артында бүйрек ауруын жеңілдететін нүкте бар. Сол нүктені 3-5 минут басып отырсаңыздар, ауруыңыз жеңілдейді. Сіз бүйректің ауруын қалай білесіз? Төсекте жатқан кезде қылтаны басқанда қытық келсе, бұл сау бүйректің белгісі. Егер ауырсынса, бүйректе проблема бар деп білеміз. Бүйрекке дәрі ішіп, система укол алмас бұрын шығыс медицинасында бүйрек тұсын уқалау арқылы бүйректің қуатын күшейтесіз. Бүйрек жаңарып, өз қалпына келіп отырады. Енді бүйректі тазалауда балдыркөктің де пайдасы зор. Ал ісік пен бүйректегі тасқа қарбыздан жасалған сусынның көмегі көп екен. Орам жапырақты да блендерден өткізіп, шырын дайындап ішсеңізде ісікті жақсы кетіреді. Өз рационыңыздан қақталған, тұщы, қуырылған тағамдарды алып тастап, сәбіз бен алма, тәтті бұрыш, асқабақ, шпинат пен басқа да көкөністерді көбірек қолданасыздар. Детокстың 3-ші қадамын не үшін ішесіз? Сіз салмақ тастағыңыз келді. Сіз өзіңізді әлсіз сезінесіз және тез шаршайсыз, стресстік жағдайдасыз. Көздің астындағы және аяқтың кешкі ісінуін азайту үшін ішесіздер. Дәрі емес, диеталық қосымша болып табылады. Қабынуға қарсы және антисептикалық қасиеттерге ие.
су тұз мөлшерін сақтайды. Олар құм түзілуін, тұздың жиналуын болдырмайды. Құрамы тағамдық талшықтар флорация бар, целлюлоза капсуласы, гортензия тамырының сығындысы, қара жидек жапырағы сығындысы, тікенді алмұрт сығындысы, шие сабағының сығындысы, ақжелкен сығындысы, кремнийдің диоксиді бар. Ресейде өндірілген, қаптамада 40 капсула бар. Таңғы және кешкі астан кейін 2 капсуладан қабылдайсыздар. Ем ұзақтығы 10 күн. Ресейде жасалған, сертификаты бар халал өнім. Енді детокспен бірге бүйрек тазалайтын шай водолей қосып ішесіздер. Түскі немесе кешкі астан кейін биодрон қосып ішсеңіздер, өте жақсы нәтижеге қол жеткізесіздер. Енді кімдерге ішуге болмайды? Аяқ ауыр аналарға, емізулі аналарға, бүйрек ауруының асқынған түрлерінде, бүйректе тас болғанда қабылдауға болмайды. Бұл өнімдерді жалпы аурудың алдын алу мақсатында ішесіздер. Қазір енді біздің қоғамда сау адам жоқ. Қасына барсаң 99 ауруын айта жөнеледі. Қазір кімге сенерін білмей, не ішерін білмей жүрген адамдар қаншама. Мен осы НЛ компаниясының менеджері ретінде сіздерге осы өнімдерді алып ішуге кеңес беремін. Барлық аурудың бастауы ағзаны уақытында тазалап отырмағаннан туындайды. Әркімнің жыл сайын курортқа баратын шамасы жоқ. Адамдардың сұранысын ескеріп, осындай тамаша өнімдерді шығарып қойған НЛ компаниясына рахмет айтамыз. Енді жылына 2 рет осы детокстан өтіп отырасыздар, ағза тазалаудан. Үйіңізді күн сайын тазаламасаңыз, үйіңіз шашылып жатса, сіз үйіңіздің ішінде жүре алмай қаласыз. Дәл сол сияқты ағза тазаланбаса, зат алмасу да қиындайды. Енді артық салмақтан арылғыңыз келсе, детокстан өтіңіздер. Ағза тазаланбай арықтау процесі де жүрмейді. Тазаланған кезде 3-5 килограмм шлак токсиннен құтыласыз. Режимді сақтайсыздар, су ішесіздер, 2 литрға дейін. Су іше алмаймын дейтін адамдар да болады. Детокс өз жұмысын жасап, шлактардан босатып, жібітіп береді. Енді су ішпесеңіз қалай шек тазарады? Сіз сусыз үйге тазалық жасай алмайсыз ғой. Дәл сол сияқты ағзаға да су керек. Егер судың мөлшерін сақтамасаңыз, теріге шығады шлактар. Жаттығу жасайсыз, уақытында ұйықтайсыз дедік, зиянды тамақтан аулақ боласыздар. Сау ағза жалпенді еңбек пен білімді уақытты талап етеді. Енді осымен ағза тазалаудың кешенді бағдарламасы детокстың қадамын толықтай қарастырып өттік. Ағзаға зиян келтірмей, жұмсақ тазалап шығарады. Халал өнімдер, тағы естеріңізге сала кетейін. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Өнім туралы сұрақтарыңыз болса, төменге байланыс нөмірлері көрсетілген. Берілген ақпарат пайдалы болды деп санасаңыздар, видео астына пікір қалдырып, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.